Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім. Қош келдіңіздер. Басынан. 1, 2, 3 басынан. Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі тақырып сұрақ жауап айдары. Яғни мен инста парақшаға жазған болатынмын. Массажға қатысты балаға сұрақтарыңыз болса қойыңыздар деп. Инстаның өзінде жауап бере салуға болатын еді. Бірақ мен практика жүзінде де көрсетейін деп YouTube каналыма салуды жөн санадым. Давайте соның құрметіне видеоға лайк басып кетейік. Алтын саусағыңызбен деп қоям ба? Лайк басып кетейік достар, видеоға лайк басайық. Және де, егер сіз менің YouTube каналыма жаңадан келіп отырсаңыз, төменде қызыл кнопка тұр, подписаться деген. Соның үстін бір бас жіберіңіз. Себебі көптеген пайдалы, тегін ақпараттарды беретін боламын. Ендеше видеомызды бастаймыз. Инста көрермендердің сұрақтарын оқиын. Баламды бүгін рентгенге түсірдім. Бірінші балам ұршық жоқ дейді. Настроением болмай отыр дейді. Ойымдамаңыз, Әсел ханым. Балаңыз неше айлық? Соны комментарияға жаза кетіңізші. Егер ұршық жоқ болса балада, оны ұршықты шығаруға болады. Яғни массаж, парафин, электрофорез, кальциймен. Балаға қосымша не беру керек? Дәрігердің нұсқауымен, әрине. Дәрігердің нұсқауымен D3 витамин беру керек. Айхеп бар ғой, айхеп. Сол жақсы, соны беріңіз қосымша. Тек массажға қадалып қалмау керек та, қосымша өзіңізде. Сосын баланы сізге советую, сізге кеңес беремін. Осындай подушка бар, подушка фрейка. Ашып көрсетейін қазір. Осындай подушка фрейка бар. Егер баланың мысалы ұршығы жоқ деп жатыр, сол жаңа массаж аласыз, бесікке жатқызатын болсаңыз, мысалы бесікке жатқызуға болмайды ондай жағдайда. Ал мына подушка фрейканы кигізсеңіз, тез кетеді жаңа дисплазиясы. Яғни ұршығы тез шығады, әрі бесікке де бөлей берсеңіз болады осымен міне. Бұндай білмеймін, сіздің қалаңызда сата ма, сатпай ма, қай жерінде сататынын. Мен өзім специально Түркиядан алдырып сатып жатырмын. Пока что екеуін алдым. Тағы алдырып жатырмын әртүрлі размерінен. Если что, хабарласыңыздар керек болса. Айпа, реклама аттақ жүргенімше. Енді пайдалы зат болған екен айтып отқаным ғой. Солай, массаж плюс парафин и электрофорез. Дәрігердің нұсқауымен. Ұршық бар ғой, массаж жасағанда да мына екі жамбас бар ғой, екі жамбас. Осы екі жамбасқа көбірек көңіл бөлу керек. Ақсылап көбірек уқалау керек. Сол кезде ұршық дамытуыңыз керек қой сіз ұршықты. И физлечение кальциймен қойылады. Өзі неше процент екен өз дәрігерлер айтады. Келесі сұрақ. Дисплазия диагнозына аяққа массаж жасағанда баланың жылауы қалыпты ма дейді. Әрине қалыпты. Неге десеңіз, дисплазиясы бар бала, мысалы, дисплазиясы жоқ балада, мысалы, аяғын бітеп айналдырсаң, спокойно айналады. Ал дисплазиясы бар балада, біреулердің дисплазия деген енді әртүрлі болады ғой енді. Шаты ашылмайды, ұршығы жоқ, подвыбық деген сияқты. Жамбастың дисплазиясы, ұршық жамбасының. Мысалы, ол аяғын ашқан кезде балаға неприятный болады. Балаға уже. Жылайды бала. Жақтырмайды, аяғын бермейді. Түсінікті ғой, ол қалыпты жағдай. Келесі сұрақ. Тоңқаңдау үшін қандай массаж жасауға болады дейді. Достар, бала қалыпты жағдайда 6 айынан бастап еңбектеп, тоңқаңдап деген сияқты да 6 айынан бастайды жайлап. Біреулер 7 айында бастайды. Ол үшін, мысалы, сіздің балаңыз 7-8 ай уже да, бірақ оғышым еңбектемей, тоңқаңдамайды жаңағы. Оғышым әрекеті жоқ болса, үй жағдайында бір простина бар ғой, любой простинаны жерге жаясыз. Жерге кәдімгі, любой ванновый ма, или кәдімгі простинаны бүктейсіз де жерге жаясыз. Потом баланы осылай ішпен жатқызасыз сол простинаның үстіне. Түсінікті отыр ғой да? Екі простинаның екі жағынан көтересіз. Бала бүйтіп көтеріледі, тоже 4 аяқтап, екі қолмен, екі тізесімен. Сөйтіп алға қарай жайлап ұмтылдырасыз. Еңбектеуге үйретесіз де өзіңіз тоңқаңдауға өстеп, сөйтіп бала үйреніп кетеді. Бірдеңе түсініп жатсыздар ма? Я түсініп жатыр деп комментарияға жазып қойыңыздар. Мынау түсініп жатыр екен ғой деп мәз болып қалайын. Келесі сұрақ. Балам 4 айлық, мойны жоқ, ашу керек па дейді. Кеше алдың күні осы жайлы видео түсірген болатынмын. Егер баланың мойны жоқ болса, бұны ашуға болады үй жағдайында. Осы мойны жабысып қалған балдарда көбінесе мойны қиылып кетіп жатады. Түсінікті ғой да? Үй жағдайында бұлай ашсаңыз болады. Сіздерге көрініп жатыр деген ойдамын. Мына жерден біреу ұстап тұрады. Сіз осылай бас жағында тұрасыз, дәл осылай. Мына екі иығын мына жерден ұстайсыз.
алтын ей деді недушім. Жай өстіп ашасыз. Видеосы бар, мен каналымды көріп шығыңыз, специально осыған арнап видео түсіргем. Көріп шығыңыз, міне. Өстіп жай аккуратно ашсаңыз болады мойнын. Үй жағдайында жай. Бірден ашылып кетпейді енді. Жай күнде бір мезгіл осылай ашып қойыңыз. Ашуға болады. Лайк басамыз достар, видеоға лайк басыңыздар обязательно. Келесі сұрақ. Баланың қақырығы түспей жөтеле береді. Не істеуге болады дейді. Баланың қақырығы түспей жөтеле берсе, дренажный массаж істеу керек достар. Дренажный массажында арнайы видеосы бар, каналымды көріп шықсаңыз болады. Ондай жағдайда бірінші қақырықты жібітіп алу керек достар. Дренажный массаж жасамай тұрып, қақырықты жібітіп аласыз. Ингаляция жасайсыз, қызыл май тамызасыз 1-2 капля деген сияқты да жібітесіз да. Содан кейін барып дренажный массаж жасалады. Жаңағы тура осындай столға отырасыз. Бірінші массаж істеп аласыз арқасына, мына көкірек жағына өзі арнайы массажы бар көрсеткем. Потом алдыңызға осылай қоясыз. Көрініп отыр ма? Осындай столға отырып аласыз. Мынадай үстіне простыня төсейсіз, легкий міне. Қолыңызды осылай қоясыз да тук өкпенің тұсынан қатты ауырсыну болмайды балаға. Жібітіп болғаннан кейін осылай дренажный массаж істесеңіз болады. Жөтелге де, қақырықтың түсуіне де көп көмегі бар. Так, сізде сұрағыңыз болса, сізді комментарийға қойыңыз, жауап беретін боламыз. Келесі сұрақ. 8 айлық баланың аяғын ұшымен басады, аяғы талтақ дейді. Опа, U-образный. Аяғы талтақ. Ходунокқа салмау керек бұндай жағдайда, достар. Міндетті түрде кальций D3-ін тексерту керек. Неге барып, олимпке барасыз ба, неге барасыз ба, үшін тексерту керек. Аяқтың ұшымен гипертонус болуы мүмкін балада. Ходунокқа салмау керек, сосын тай басып жүргізбеу керек. Кальций жетіспеде ходунокқа салып қойса да, аяғы уже O тәріздес, X тәріздес қисайып кетуі мүмкін да. Ондай жағдайда достар балаға массаж істеу керек. Именно осы O тәріздес барлық сұрақтарға видео түсіріп қойған екен. Міне O-образнийдің видеосы бар, каналымды көріп шықсаңыз болады. Сырт жағынан массаж істейсіз, сырт жағынан достар. O-образнийді сыртынан көбірек күнде массаж істей беріңіз. 8 айлық болса кетеді. Потом аяқтың ұшымен тұрады деп жатыр ғой, міне. Аяқтың ұшымен тұрады. Тұрған кезде ше. Ондай жағдайда аяқтың мына ахилл сіңіріне көбірек массаж істейсіз. Потом ЛФК жасалады, ЛФК. Аяқтың ұшына видео түсірдім ба? Түсірген жоқ ма мені? Түсірген, по-моему, көріп шықыңызшы каналымда. Специально аяқтың ұшымен жүретін бала. Түсірдім. Бала аяқтың ұшымен жүрсе деген видеосы бар. Қарап шығыңыз. Келесі сұрақ. Қайырлы күн дейді. 8 айлық балам аяғының саусағын бүгіп алады. Аяғының саусақтарын бүгіп алады дейді. Массаж талай алдық, қалай кетіруге болады, кетпейді дейді. Достар, гипоксияның белгілерінің бірі. Балада гипоксия болса, кожасы мраморный болады, кожасы да. Потом баланы тұрғызған кезде аяғын бүгіп тұрады. И аяғының ұшын өстіп жиырып алады. Оны массажбен кетіруге болады, достар. Массажбен кетіруге болады. ЛФК жасайсыздар ғой, ЛФК жақсылап от души. ЛФК жасалады, саусақтарын, табандарына көбірек мән бересіздер. Хорошо? Арнайы массаж маман шақырыңыздар, жақсы жасайтын. Келесі сұрақ. Балада дисплазия бар екенін қалай білуге болады дейді. Дисплазия дегеніміз жалпы арнайы тақырып ол, үлкен ауқымды тақырып достар. Жамбас ошығының дисплазиясы, мысалы шат ашылмауы мүмкін, оны дисплазия дейміз, мысалы да. Ошығы жоқ болса дисплазия дейміз, подвывых болса, жаңағы ошық шығайын деп тұрса, односторонний, двухсторонний деген бар, туа пайда болған дисплазия бар, жүре пайда болған дисплазия бар, мысалы да. Оны ортопед мамандар анықтайды, достар. Ортопед мамандары анықтайды. Сізде үй жағдайында болжамалы диагноз қойсаңыз болады. Үй жағдайында болжамалы диагноз онда да. Точный диагноз емес. Ол үшін баланың аяғын баланы жатқызамыз дәл осылай. Уже 3 айынан бастап анықтай беруге болады. 3 айынан бастап, 3-4 айынан бастап ортопедке қарату керек для себе. Осылай жатқызасыз, кішкене аяғын бүгеміз, қатты емес міне. Жай бүгесіз. Көрдіңіз ғой, я? Жай ашып көресіз, достар. 180 градусқа ашылып тұр ма? Баланың аяғы 180 градусқа ашылып тұру керек. Спокойно. Егер бұлай ашқан кезде тұрып қалса, до конца ашылмайды, бүйтіп орта жолдан тұрып қалса, оппа, ондай жағдайда
ортопед маманы срочно қарату керек. Болжамалы диагноз дисплазияның белгілерінің бірі деген сөз. Мәдениетті сөйлеп кеттім ба? Дисплазияның белгісі бар деген сөз. Айналдырып қарайсыз. Айналдырғанда да білінеді. Айналдырған кезде спокойно, әдемі айналып тұр ма? Соны анықтайсыз. Бітеп, односторонний, двухсторонний осыдан анықтауға болады. Үй жағдайында да. Айналдырған кезде біреуі бит тұрып қалса айналмай, оппа, что-то не то. Дәрігерге қарату керек. Көрдіңіз ғой да? Үй жағдайында өзіңізде өстіп білсеңіз болады. Потом сызықтарына да қарауға болады. Сызықтары болғанда екі шатындағы сызығы, мына төмендегі сызықтарға мән бермей ақ қойыңыз. Екі жамбасындағы сызығы бірдей болып тұр ма? Соған қарайсыз. Чоп-чоп бірдеңе түсініп жатсыздар ма? Комментарийге жазып, кері байланыс беріп отырыңыздар. Мен оқып, бір-бірімізбен сөйлесіп, сұхбаттасып отырайық. Өзім сөйлесіп жатқан сияқты оқып қалмайын. Так, келесі сұрақ. Массаждан соң бала көп ұйықтамайды. 3 күн болды. Қалыпты ма? Өзім жасадым, сізден көріп дейді. Негізі біреу ұйықтайды, біреу ұйықтамайды. Енді қалыпты жағдай ол, ұйықтамау. Егер от души мыжғылап жасайтын болсаңыз, баланы да шаршатып, вот сол кезде ұйықтайды бала. Шаршатып, от души жасау керек та. Келесі сұрақ. Плоскостопияға 10 күн массаж жете ме? Балам 2 жас 9 ай. Специальный обувь киіп жүрміз дейді. 10 күн массаж жетпейді, достар. Плоскостопияға 10 күн массаж жетпейді. 3-4 курс массаж алу керек от души. Солай, достар, маңызды деген сұрақтарға жауап бердім. Сіздің де көкейіңізде жүрген балаға қатысты массажға қатысты сұрағыңыз болса, комментарийге қойыңыздар. Инста парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Хорошо? Видеоға лайк басайық, каналға тіркеліп кетіңіз, обязательно тіркелмеген болсаңыз. Өте маңызды тақырыптарды шығарамыз, достар. Оразаларыңыз қабыл болсын, айтпақшы.